Бүгін таңертең Жетісай ауданы Алғабас ауылында 2 қабатты жеке тұрғын үй өртенді. Өрт салдарынан үй ішінен 12 адамның мәйіті табылды. Оның 9-ы бала, ең жасы 2024 жылғы екені белгілі болды. Қайтыс болған балалардың 5-еуі бір отбасыдан. Марқұмдардың туыстарына қайғыра көңіл айтамыз. Қазірге дейін 13 адам шығарылды, оның ішінде 3-еуі тірі, больницада, реанимацияда. Hazır bileyim mi? Basını söyle olsun. Ya. Korola kandaysan. Mehmet Ağay'ın öte kıyımlarında Mehmet'in Mehmet başçısı hava geçti. Bakımdan gelip hükümet tarafından komisyon kuruldu. İmandımız Түркістан облысы Жетісай ауданы Алғабас ауылында 2 қабатты үй өртеніп, 12 адамның қаза тапқаны туралы мәлім болды. Оқиға таңғы уақытта орын алған. Өрт жалпы 360 шаршы метрді қамтыды. Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер үйдің толықтай отқа оранғанын анықтаған. Өртті барлау және сөндіру кезінде құтқарушылар үйдің ішінен ес-түссіз жатқан 3 адамды тауып, оларды жедел жәрдем қызметіне тапсырды. Үй ішінен 9 баланы қоса алғанда барлығы 12 адамның мәйіті табылды делінген хабарламада. Қайғылы өрт фактісі бойынша құқық қорғау органдары өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Қаза тапқан отбасыға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы көңіл айтып, үкімет пен Түркістан облысының әкіміне зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына барлық қажетті көмек көрсетіп, қайғылы оқиғаны жан-жақты тексеруді тапсырды. Вице-министр Қанат Бозымбаев осы мәселеге сәйкес жиын өткізіп, жауапты тұлғаларға тапсырма берді. Қазіргі таңда қаза тапқан азаматтардың отбасыларына барлық қажетті көмек көрсетілуде. Ауруханаға түскен 3 адамның жағдайы ауыр. Олар жансақтау бөлімінде жатыр. Оларға жедел медициналық көмек көрсету үшін Шымкенттен санитарлық авиация бригадасы ұшып шықты. Түркістан облысында трагедия. Жетісай ауданының Алғабас ауылында коттедж өртеніп, 12 адам, оның ішінде 9 бала қаза тапты. Жантүршігерлік жағдай бүгін таңертең болды. Тілсіз жаудан 34 жастағы үй иесі мен оның 31-дегі әйелі және 5 баласы, сондай-ақ ағасының жұбайы мен 4 перзенті тірідей жанып кетті. Көз жұмған балалар 2009-2024 жылдары туған. Кішісі небәрі 1 жаста ғана болған. Көршілердің айтуынша, бір күн бұрын үй иесі тойханада сүндет той жасапты. Ол біткесін туған ағасы бала шағасымен бірге оның үйіне келіп қонған екен. Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімі келген кезде тұрғын үйдің толықтай өртке оранғаны анықталды. Өрт 360 шаршы метр аумақты толықтай сөндірілді. Оқиға орнына барлық жедел қызметтер жұмыс істеп жатыр. Тергеу басталды, өрттің шығу себептері анықталды. Алапат өрттен 3 адам, яғни үй иесінің анасы мен ағасы және оның кішкентай қызы аман қалды. Алайда барлығы да ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Зардап шеккендерге медициналық және психологиялық көмек көрсетілуде. Медициналық мекемелерге 3 адам, 2 ересек және 1 бала жеткізілді. Барлығы реанимация бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр, бірақ тұрақты. Науқастарға интенсивті терапияның толық кешені жүргізілуде. Олардың жағдайы салалық мамандардың толық бақылауында болады. Жедел медицина желісі бойынша күшейтілген жұмыс тәртібі енгізілді. Облыстық денсаулық сақтау мекемелеріне қосымша мамандар тартылып, қажетті дәрі-дәрмекпен және психологиялық қолдаумен қамтамасыз етілді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарламасынан. Қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмдардың жақындарына көңіл айтты. Сондай-ақ үкімет пен Түркістан облысының әкіміне зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына барлық қажетті көмек көрсетіп, қайғылы оқиғаны жан-жақты тексеруді тапсырды. Бұдан бөлек үкіметтік комиссия құрылды. Оны вице-премьер Қанат Бозымбаев басқарады. Комиссия өрттің себеп салдарын тергеп тексереді және марқұмдарды жерлеу жұмыстарын ұйымдастырып, олардың жақындарына көмек береді. Ал осы фактіге қатысты өрт қауіпсіздігін бұзу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. 1 сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткізем, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дін Мұхаммед деген.
пассажир алгачан ойнайды, осындай деп. Сонымен пикир алмасып жазысып жүргенбиз. Bir кезде кеше маған bir сурет жиберди, ага мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым. Аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube-ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылуы бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Теңіздер шөккен кезде сұралар бәрі, сұралар сол күн, сұралар бәрі, сұралар.